Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ерекше бризоль дайындаймыз. Ыдысқа жұмыртқаны салып, оған тұз және бұрыш қосып араластырамыз. Әбден араластырып болған соң осындай бөлек ыдыс алып аламыз. Оған біз қазір жұмыртқаны және фаршты қосып араластыратын боламыз. Бірінші бір ожау жұмыртқаны қосамыз, оған фарш қосып екеуін араластырамыз. Менде бүгін куриный фарш. Дәл осылай екеуін араластырамыз. Егер фарш аз болса, тағы қосамыз, бірақ көп қосып қоюға болмайды. Себебі піскен кезде ол бөлініп кетуі мүмкін. Сол үшін кішкене мән беріңіздер, фаршты көп қосып қоймаңыздар. Табаға кішкене ғана май құйып қыздырып аламыз. Оған біздің жаңағы дайындаған бризолімізді салып, екі жағынан пісіріп аламыз. Бір жағы піскеннен кейін осылай өте тез қимылмен екінші жағын аударамыз. Және осы жерде бөліп алмауларыңыз керек. Ол үшін жаңағы айтқан фаршты көп қосып қоймаңыздар және піскенге дейін күтіңіздер. Міне бізде осындай өте әдемі әрі дәмді бризольдар шықты. Менде бүгін гарнирға тушеная капуста. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін.